Каналыма қош келдіңіз, оқырманым. Бүгін мен сіздерге осындай керемет, үлпілдек, жұмсақ болып шығатын бауырсақтың рецептін көрсететін боламын. Әрбір қазақша контентте болуы тиіс. Өзіміздің ұлттық бауырсағымызды көрсетемін. Бізге қажет жылы су, жылы сүтіміз, барлығын бір ыдысқа құйып аламыз, және де бір жұмыртқа, және де менде мына жерде аздап қант және тұз екеуін бірге саламыз. Сонан соң аздаған майонез салдым. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, бауырсақтарыңыз өте керемет болып шығады. Аштығымызды саламыз, құрғақ кез келген түрінен салсаңыздар болады. Енді тұзымызды ерітіп, барлық заттарымызды осылай араластырып аламыз. Біркелкі болуы қажет, және де оның үстінен иленіп алдын ала дайындалған ұнымызды салып, керегінше тағы да үстінен салып отырасыздар. Енді қолымызбенен қамырымызды илеп, әдемілеп қамыр жасаймыз. Қамырымыз өте керемет, жұмсақ болып шығады. Енді қамырымыздың бетін жауып, бір жарты сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Менде қамырым ашып шықты, өте керемет болып шығады. Қамырымызды алып, енді кішкене ұн сеуіп отырып, керегінше бөліктерге бөліп аламыз, және де оны бөлгеннен соң бір 10 минуттай бетін жауып қалдырсаңыздар, қамыр көтеріліп, өте керемет болып тұратын болады, яғни жайғанға дайын болады. Достар, видеомды көре отырып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Менің каналымда өздеріңізге қажетті көптеген рецепттерді таба алатын боласыздар. Қамырларымызды енді суаласын осылай бөліп дайындап аламыз. Бұл бауырсағымыз өте керемет болып шығады. Дәл осы рецептпенен көптеген тапсырыстарға жасауға да болады. Біраз тұрған қамырымыз кішкене көтеріліп, жұмсарғаннан соң осылай жаятын боламыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей болған кезде қалағандарыңызша кесіп алсаңыздар болады. Менде біріншіде қиықшалап, және де кейінгісінде бір ыдыспенен дөңгелектеп етіп кесіп алдым. Қалағандарыңызша кесіп дастарханға қойсаңыздар болады. Іші томпайып, жұмсақ болып шығатын болады. Әсіресе алда ораза келе жатыр. Сол кезде дайындап қойсаңыздар өте керемет болады. Достар, менің каналымды 90% тіркелмей көреді екен. Сол себепті тіркеле кетіңіздер деймін. Менің видеоларым сіздерге көрініп тұру үшін қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сонда барлық салып отқан рецепттерім сіздерге SMS түрінде көрініп отыратын болады. Бауырсағымыз кесіп болдық. Енді оны бір ыдысқа салып, бетін жауып, біраз уақытқа, яғни 5 минуттай қалдырсақ болады, яғни көтеріліп тұратын болады. Келесі менде осылай дөңгелек пішінде кесіп алдым. Оны да кішкене бетін 5 минутқа жауып қалдырып, өзі көтерілгенше қоямыз. Онан соң ғана пісіруге кірісетін боламыз. Қызып тұрған майымызға мұқият болып, бауырсағымызды барлығын салып шығамыз, және де екі беті қызарғанша әдемілеп пісіріп аламыз.
бауырсағымыз мінекей керемет болып пісіп шықты. Астын қағаз салфеткалар қойып отырып, осылай әдемілеп тарелкамызға қойып алсақ болады. Мінекей өте керемет, жұмсақ бауырсақтарымыз дайын, көрінісі де, дәмі де өте керемет болып шығады. Дәл осылай жасап көріңіздер.